Экологиялық және табиғаттағы географиялық геоқұраттық жүйені пайдалану. Студенттер кофе, зәйтүн майы және де қант ол скраб ретінде жұмыс жасаса, зәйтүн майы теріні жұмсартады, ал кофе ол хош иіс береді. Электромагниттік толқындардың техникада қолданылуының маңыздылығын зерттеу. Желден энергия алатын қалақшалар. Бұл әшейін бұл кішкентай макеті, ал бұл үлкен түрлерін өздеріңіз білесіздер, иә? Үшбұрышты үш қалақшасы бар құрылғы. Жалпы бұл құрылғы желдің энергиясын электр энергиясына айналдырады. Жүсіп Аружан, жетекшім Мұрат Шолпан Жақсыбекқызы. Паратехникадағы физика ғылымының рөлін зерттеу. I'm from 9A grade. My supervisor is Rajabova Aisha. Қайырлы күн, менің атым Қалмет Ажар. Осы ғылыми жобада зерттей отыра біз тыңдалымды біздің ағылшын тілінде айтылуға көмектеседі деп біз imitating, shadowing or copying. We can ағымыздан қалған ұлттық ата-бабамыздан асыл мұра деген қалған ұлттық киімдерді насихаттау, сонымен қатар қазіргі заман. Как я уже сказала, у меня есть несколько фактов. Во-первых, это снижение речевой культуры, то есть многие корреспонденты сейчас неправильно ставят ударение. Осындай мысалы, осылай алсақ болады, X, Y деп. Біз X, Y деп алатын себебіміз, біз оны функцияны координаталар көшіп саламыз. Ал бұл X, Y деп алуымыз бізге ол өте ыңғайлы болып табылады. Саламатсыздар ма, менің атым Сымбат, мен номер 134 жалпы білім беретін мектептің 9-шы А сынып оқушысы. Менің жетекшім Байзақова Жайна. Мен экономика секциясындағы туризм дамыту арқылы Қазақстанның экономикасы дамыту тақырыбы бойынша презентация қорғаймын. Бұл жұмыстың мақсаты сапасы